Баршаңызға сәлем достар, Түс Жору каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі Түс Жору түсіңізде сүйек көрсеңіз деп аталады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Сондай-ақ каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Ибн Сириннің Түс Жоруы бойынша түсіңізде сүйек көрсеңіз, ол сүйектер сіздің ақшаңызды білдіреді. Ал кедей адам сүйек көрсе, қарызының көбейгендігін білдіреді. Түсіңізде жануардың сүйегін көрсеңіз, ақшаны білдіреді. Егер түсіңізде таныс адамның қаңқасын көрсеңіз, ол адамның сырлары ашылатындығын білдіреді. Түсіңізде сынған сүйек көрсеңіз, денсаулығыңыздың сыр беретіндігін білдіреді. Түсіңізде сынған сүйек көрсеңіз, денсаулығыңыздың сыр беретіндігін білдіреді. Егер түсіңізде пілдің сүйегін көрсеңіз, арам ақша пайдаланып жүргендігіңізді білдіреді. Түсіңізде қой мен сиырдың сүйегін көрсеңіз, рызық несібеңіздің артатындығын білдіреді. Ал егер жанып жатқан сүйектер көрсеңіз, ісіңіздің табысты болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде иттің сүйегін көрсеңіз, жақын адамыңыздан айырылып қалғандығыңыздың белгісі. Егер мысықтың сүйегін көрсеңіз, арам ақша табатындығыңыздың немесе уақытша жұмыс істейтіндігіңізді білдіреді. Егер сіз түсіңізде қабірді қазып өлген адамның сүйектерін шығарып жатсаңыз, күнәлі істерді жасап жүргендігіңізді білдіреді. Егер сіз түсіңізде сүйектерді жинап жүрсеңіз, еңбекқорлығыңыздың жемісін көретіндігіңізді білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырып кетіңіз. Сондай-ақ келесі видеомызды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.